Бүгінде індеттің өршіп тұрған кезінде мобильді топтардың орны ерек. Өйткені тұрғындардан шақырту келіп түссе, бірінші болып барып, науқасты толығымен тексерістен өткізіп, қажетті ем-дом шараларын жүргізу тікелей осы бригаданың мойнында. Сейчас нагрузка на мобильную группу умеренная, поэтому у нас на сегодня запланировано 3 мобильные бригады. Бізде бүгінде 3 мобильді бригада жасақталған. Олардың екеуі ересек адамдардан келіп түскен шақыртуды қабылдаса, біреу балаларға арналған бригада. Шақыртуларды тіркеу кол орталығы арқылы жүзеге асады. Ең алдымен арнайы журналға тіркеледі, кейін мекен-жайлар бойынша сұрыпталады. Шақыртулар саны тым көп болған жағдайда шұғыл түрде тағы бір мобильді топ құрылады. Әрбір шақыртудан соң арнайы көлікпен дәрігерлерде дезинфекциядан өтеді. Мобильді топ құрамына жалпы практика дәрігері, немесе терапевт дәрігер және медбике кіреді. Осы аптадан бастап кол орталықтың жұмысын күшейту үшін тағы 2 операторды жұмысқа қабылдадық. Олар шақыртуларды ғана тіркеп қоймай, тұрғындардан келіп түскен шағымдар мен өтініштерді де тіркейді. Осылай деп мәлімдеген денсаулық сақтау саласының өкілі күніне қанша шақырту тіркелетініне де тоқталып өтті. Бір ауысымда мобильді топ мүшелері 70-80 шақыртуды қабылдайды. Бұл тек ересек адамдар шақыртуларының статистикасы. Ал балаларға ем-дом жүргізетін мобильді топ күніне 20-30 шақыртуды қабылдайды деп отыр. Күнделікті тіркелген науқастар санына байланысты бұл топтардың ауысым уақыттары да тұрақсыз. Түнгі 10-11-ге дейін ақ халаттылар халықтың денсаулығын жақсартуға бар күш-жігерін жұмсайды. Қазір Степногорск қаласында адрестен вызов кеп түсті. Яғни мұнда температура уже 3-ші күн жалғасып жатыр. Біз қазір сол жаққа жедел түрде бара жатырмыз. Қазір біз бара жатқан үйде температура 3 күн және одан да жоғары уақытқа созылған. Қазір біз пациенттің жалпы жағдайын бағалайтын боламыз. Одан кейін протокол бойынша бірінші кезекте мына сатурацияны өлшеп, госпитализацияға показаниясы бар ма, қарсы күштері жоқ бар ма, соны анықтайтын боламыз. Және одан кейін, егерде жатқызу керек болса, сатурациясы төмен, өкпесінде қандай да бір поражение анықталып жатса, біз дереу жедел жәрдем шақырып, оны транспортировка жасайтын боламыз. Бүгінгі сын-сағатта медицина мамандары өз өмірлерін қатерге тіге жүріп қызмет етуде. Бұл ретте ауруханада қауіпті дертпен бетпе-бет келген дәрігерлермен қатар науқастың үйіне барып ем-дом көрсететін мұндай мобильді бригадалардың жұмысы жеңіл емес. Айта өтерлігі жыл басынан бері 7 ай ішінде ауыр індеттен 780 науқас емделіп шыққан. Ал 11 тамыздағы жағдайға сай стационарда коронавирустық инфекциядан 163 адам ем қабылдауда. Бұл дегеніміз 180 орынға шақталған төсек-орынның 90,5% құрап отыр.